146 для болидов Феррари за всю историю автогонок первой формулы. Третье место занял колумбиец Хуан Пабло Монтойя из Уильямса, который стартовал с пол-позишн. В общем... Золотое пиво России. Үтекенен эфирге республика сонuna үгес курдук маңнай күннен сонунтан кылгастык. Правительство председателя Семен Назаров, онна Саханефтегаз президенті Руслан Шипков талаканга барасырыттылар. Татталар массына трактор станциятын үбілөйін белет әтілер. Жокускайга Сақасырын олимпийская реледен оғылар күректері түміктенне. Бесейін 6 күнігер президенті яғынан республика бары бөйдің общественный территорияларын онна Россиятағы партиялар республиката салаларын сомағылур, кенелер үлелерін сүріннер сұрықтағы республика президенті бағылықтағы общественный сүбе терілі біті. Бүгін Вячеслав Штуров сүбе маңнай коммунияған ұйтты. Авальный салаға болбут өсібе маңнайғы мұнияғар республикаға бар общественный политический хамсағын партия представительдері күттені ылылар. Президент Вячеслав Штуров антылығар білген республика общественный политический олығар әлбәқ оларии саңа хамсағын бары тұрар ден әтті. Бұлас бары салата біргі вәлерігер олықтағы бәйес лайынныға кейлеге, федеральный тахымға сығыннығылары қаттан көріге республика социально-экономический сайдытын вопростарғар сүбе белілер көстер ролы ылықтақ. Президент санырынан сүбе сүрін соруға государство, обществоны кытта себя истяг булута. Муннях бебескетигер сүбе хоспредседатель Александр Власов илтүмен бүйбаргара партийный спейгінен коластағын бапровын келерерге өппетін анығы мунняха көрерге бұғардылар. Сүбе хоспредседателя республика вице-президент Александр Акимов кескелбет бәйбіт едебетигер ден 2-тігінші сылға дейді президент, онна вице-президент бұбар нинеға программаларын олыққа келерер стратегическай бұлан бұрайығын білігінлерді. Муньякка маны таханан олықтағы бәйес алайыныға кейді, Россия онна сақасырын государственный бұлағын органларын иккерділергер баламучияны, онна баз билине тырсы бапростара жүлленне. Правительство председателя Семен Назаров, онна Саханефтегаз президенті Руслан Шипков аспынды деретияқ күндергер Ленский ұлығығыр барасырыттылар. Тие талакаңа тақсан витимге деретардылар нефтеген тұтуыны білістілер. Манна нефтяниктар сетті сылын үлелейдер. Небе қачайдағын кәмәйе сылақсын ұлатын ер. Өскі бірайек бұғытынан витимге суққаға тұхынчы 205 тонна небе қачайды қасөп болығана бүгін суққаға тұхынчы ағыз 100 тонна небе ұталар. Саханефтегаз онна Лена нефтегаз специалистері ұғымейгер үлелерін кейін қамығияға отчет табыттары. Қамығия өлетімігін үрдіктік сен алабыды. Правительство председателя көрін истен баран небе қостаучылар тетімлерін ұқтыбаққа салғы сетихиляқты үлелейлергер әрінерін әтті. Талакантан онна ирилияқтын небе қостаучылар қолбан мөлүйен тонны небе қостаутылар. Аңардас талакантан мөлүйен тоннаны атыржаға егер сетихері бұландылар. Правительство білі қосалғы витимге сылчын неф переработкалыр собот үлетін білісті. Бір икрейнан түміктен яқтақ үләне көрді ехетті. Нөңі күн сақасырын соғыруыңы арға өттігер небе чинчер үлі сағаламыта 30 сылын беретер үлілі мұньяққа кытынылар. Семен Назаров Саханефтегаз составығар үлелер Лена нефтегаз общество үліхеттерін истиннеге қардыләті, үлі бастыңнарғар президент оны правительство башотына грамотатын туттарды. Үгіз үлі ветераны анан пербіте бірағынығы өссө сетерен топсарын берді. Республика кеңдік білдер таттатаға массына трактор станцияда терелебіте сетті 10 сылын толла. Бұл білеу көрсе біліңе үйретер базатығар, үлдетті атлар. Жаңы қайларын тәлді аттақсан, палаткаларға қорнулар, айлғаны күттен әрдәхін доғы үйліләтілер, оны сынянылар. Бұл экспедиция тұғынан беріні бәтінсіға көре құтыншап. Бүкінлерге аммал оғынсулға чытығар ұйбан ұққан оңына Кулаковскай кейінен тәрәхенлерінен қағанды болбата бәртәқі ұры бірағаниға болбуд. Республика ұры құттажыны народ тапталлағы ұрығыды Христофор Максимов төрәбіті ағы 15 сылығаранан күрәқ тәспіттер. Күн таптала ден республикатағы ұры күрәғар сұнтартан, үйәхә білуттен, мәйін қаңластан, онтан дадын сертен үгіс ұрығы тойықсуд кытынна. Христофор Максимов ұрыларын толыруға, алғысқа, тойыққа, ахуақайға бастыңнар күйен көрістілер. Жүйлір сөбе 2 күннәқ түйін түмігінен Гран-при қағайынынан Дмитрий Иванова аттады. Күрәқ қайылағар ұбағаны уанна сүрбе 5-тіңінші сол көбайы қарчыннан тұттардылар.
Атын көрүңнерге кыйылақтырынан үһә бүрүттен Вадим Константинов, Амматтан Василий Неустроев, Валерий Лобанов, Сунтартан Ваня Трофимов аттаннылар. Бәғәйә туймады стадионға Сақа Сирен Олимпийская әрелі. Оғылар бәхи спортивна өңі уотын умырордылар. Командының күрәқтегіге кейін көрі сүймердемет командаты әрелі ақтық бастаты. Дюкускайдар спорт бес көріңер, көңіл тұстуға чепчек атлетикаға, баскетболға, боксаға, олаттарға стол тенегер тәңнәқтірін бұлбатылар. Иккіске нұроттарикаларынаға добаққа бастабыт чурапчылар, үйіске мәйіқ аңалыс командата тағыстылар. Волейболға олаттарға оны кыргыттарға аммалар өрігүйдіқ күйіні сетестілер. Аммалартан Мария Романова, Михаил Колесов бастыңа өңіні көрдірділер. Оттан ерінгүреттен сылжары Роман Шесников түхінші 500 метрға сүйрүүге 4 минута 10 секунденен бетекке кәлен республика оскологыларығар рекордын олықтауды. Қотығылыстар ортолырғар бастақы үсместені Томпо, Әжіген, Усияна командалары үлләхінелер. Бұ күрәқті хеті 2-тінші түйет сылға Джокускайғы тылдықтақ Азия оғыларын роттар кадарынағы спортивна ойнуларға білімнені түйімеға болар. Манан сақалы тағарын түміктейбін әтенге болын көрсе қадер. Сегодня в выпуске местное самоуправление стало одной из главных тем первого заседания Общественно-консультативного совета Якутии. Председатель правительства Семен Назаров принял участие в мероприятиях, посвященных 30-летию образования нефтегазовой отрасли. Юные циркачи Якутии готовятся к выступлениям на международных фестивалях в Москве и Пекине. Добрый вечер. Служба информации НВК ЦХ продолжает свою работу. Сегодня прошло первое заседание Общественно-консультативного совета республики. Совет был создан еще в июне указом президента Вячеслава Штырова. Он объединяет все крупнейшие общественные организации и республиканские отделения общероссийских партий. Примечательно, что главной темой первого заседания было местное самоуправление. Все подробности у Алены Шестаковой. По словам президента Вячеслава Штырова, главная задача для республики – это переход на местное самоуправление. Уже выработана его программа из 16 законопроектов. Предполагается, что представительным органом местного самоуправления будет городское собрание депутатов со сроком полномочий на 5 лет. Руководитель нового органа будет избран населением, также на 5-летний срок. И как только инициативной группой будет собрано 7 тысяч подписей, местное самоуправление вступит в силу. Вице-президент Александр Акимов подчеркнул, что деятельность государственной власти, прежде всего исполнительной, в течение 5 лет должна быть направлена на реализацию предвыборной программы президента и вице-президента «Будущее в наших руках» до 2006 года. Далее эта программа будет именоваться как «Стратегический план действий». Участие консультативного совета в реализации этого плана направлено прежде всего на соблюдение и представление интересов общества. Общественно-консультативный совет уверен, что стратегический план является инструментом, способным консолидировать усилия органов власти и общества в решении проблем. Работа над стратегическим планом не заканчивается ее обсуждением, принятием и публикацией. Будет вестись мониторинг за ее реализацией, ежегодно будет проходить оценка хода реализации и при необходимости корректировка. Накануне президент Вячеслав Штыров встретился с коллективом Института гуманитарных исследований Академии наук Якутии. Глава республики подчеркнул, что сегодня как никогда Якутия нуждается в научном обеспечении многих жизненно важных программ. Руководство республики поддержит научные поиски коллектива, в частности проект подготовки и издания историко-культурного атласа Якутии. Председатель правительства Семен Назаров побывал в Ленском Улусе. Вместе с главой компании «Саханефтегаз» Русланом Шипковым премьер посетил Талаканское месторождение нефти. А уже в городе Ленске правительственная делегация приняла участие в мероприятиях, посвященных 30-летию образования нефтегазоразведочной отрасли. Опытно-промышленная эксплуатация ведется 7-й год. Значительно увеличены объемы перекачки нефти. Нефтепровод зарекомендовал себя хорошо. Все годы работал бесперебойно и без аварий. Специалисты Саханефтегаза, Ленэнефтегаз